Баршаңызға сәлем. Бүгін көрінісі ерекше, дәмді, тойымды бәліш жасаймыз. Ең алдымен ұнға тұз, сары май қосып, жақсылап қолмен езіп араластырамыз. Бізде осындай үгілмелі масса дайын болады. Бұл массаға жұмыртқа, айран, ашытқы қосып, қамыр илеп, шамамен 30 минутқа тындырып қоямыз. Қамырдың көтерілуі маңызды емес, бастысы тындырылса болды. Келесі кезекте салмамызды дайындаймыз. Тартылған етке пияз және картоп саламыз. Татымына қарай тұз қосып, қуырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Тынған қамырымызды 2 күлшеге бөлеміз. Күлшені жаямыз. Шамамен қалыңдығы 2-3 мм. Видеода көрсетілгендей сопақ пішінде жайып шығамыз. Ортасына салмамызды саламыз. Рулет секілді ораймыз. Екі шетін бекітеміз. Екінші қамырымызды да дәл алдындағыдай жайып, ортасын видеода көрсетілгендей тіліп шығамыз. Өреміз. Өру жолы өте оңай. Дәл осылай соңына дейін өріп шығамыз. Енді бұл қамырды алдыңғы оралған рулеттің үстіне қоямыз. Орап шығамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Табаға пергамент қағазын төсеп, бәлішімізді орнатамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қара күнжіт себеміз. Күнжіт болмаса сеппесеңіздер де болады. Алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке салып, шамамен 50 минут пісіреміз. Біздің бәлішіміз дайын. Осындай болып шығады. Көрінісі өте әдемі. Дәмі де өте дәмді және тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Аянат.